Баршаңызға сәлем. Бүгін мен көпшіліктің сүйіп жейтін осындай керемет қытырлақ вафлинің рецептімен бөліспекшімін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге керегі 5 жұмыртқа, оны жақсылап араластырамыз. Бір келкі болған кезде оған құмшекерімізді қосамыз. Бізге құмшекер 280 грамм немесе 300 грамм құмшекер керек. Оны қосып жақсылап араластырамыз. Және ванилин керек. Ванилинді, бір пашка ванилинді саламыз. 3 грамм. 250 грамм ертілген сарымайды қосамыз. Және 300 грамм ұнды жайлап қосып араластырып тұрамыз. Ұнды елеуіштен өткізіп алыңыздар, және егерде сәл сұйықтау болып тұрса, үстіне сәл тағы ұн қоссаңыздар болады. Міне соңында сіздің неңіз осындай қою болу керек. Енді міне қызып тұрған вафлицаға 1-2 қасықтан құйып, қақпағын қатты басамыз. Барлық шетіне жайылу үшін. Мінекей вафлилеріміз дайын болды. Өте дәмді және қытырлақ болып шықты. Кез келген вареньелермен, сгущенкалармен бірге жеп шай ішсеңіздер болады. Достар, видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың өсіп өркендеуіне өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сіздердің кішкене басқан лайктарыңыз бен комментарийларыңыз маған үлкен мотивация әкеледі. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.